Сәлем достар! Бүгін біз ең тез дайындалатын тағам әзірлейтін боламыз. Осы видеоңызға лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Фаршымызға сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Ендігі кезекте біз картопымызды үккіштен өткізіп аламыз. Жуамызды ұсақтап турап, қоспамызға қосамыз. Енді тұз, бұрыш, жұмыртқа қосып, қоспамызды араластырамыз. Осы қоспамыздан біз дөңгелекшелер жасаймыз. Дөңгелекті үлкенірек қылып жасауларыңыз керек, өйткені ол піскенде кішірейіп қалады. Табамызды майлап, дөңгелектеген фарштарымызды орналастырып шығамыз. Менің табама 9 дөңгелекше сыйды. Енді біз картоптарымызды жіңішке дөңгелекшелер қылып турап шығамыз. Міне осындай болу керек. Тұз, бұрыш, паприка және де май қосып, жақсылап араластырамыз. Табамыздағы бос орындарға картоптарымызды тығыз қылып орналастырып шығамыз. Біз енді соусымызды дайындаймыз. Суымызға сметана, томат пастасын, тұз және бұрыш қосып араластырып табамызға құямыз. Градуста қызып тұрған пешімізге саламыз. Пісейін деп қалған кезде бетіне сыр салып жіберіңіздер. Мінекей, біздің тағамымыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздермен болған мен Айзолга.